Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге KZ медиа порталының апталық жұмысына шолуды бастаймын. Пенде біткенді алаламай алып жығады деген коронавирус қазаққа келгенде тіпті құтырды. Дауасыз дерт дайындықсыз елдің өкпесінен қысып өлім құштырып жатыр. Ауруханада орын жоқ, дәрі-дәрмек құстың сүтіне айналды. Жарық дүниемен қош айтысқандардың соңғы сөзін, ет жақыны мен ең жақынынан айырылғандардың наласын әлеуметтік желіден оқып көретін болдық. Жалпы не көрмей жатырмыз? Ең сорақысы, осы уақыт аралығында Қазақстандағы бірде-бір депутат өзі сайланған аумақтағы ауруханаға барып жағдайды көзімен көрген жоқ. Көрді дегенде де я естімедік, я оқымадық. Күйіп тұрған осы тақырыпты тілшіміз күйініп тұрып жазып, үндемес депутат үйден шық деп тақырып қойған екен. Оны әрине Неге KZ сайтынан ғана оқи аласыздар. Соңғы кездері желіде дәл мынадай қылып маскаға спиртті қойып, сонымен дем алғанның арқасында ғайыптың күшімен 1-2 күнде коронавирустан жазылып кеттім деген жазбалар көбейді. Тақырыпта зерттеген тілшіміз бұның бәрі былшыл дейді. Нақты дерекке сүйенген арнайы мамандарды сөйлеткен материал сайтымызда тұр. Эстрада әншісі Қайрат Нұртастың басы дауға қала жаздады. Той мен коронавирусқа қатысты айтқан ойы көпшілікке ұнай қоймаған сыңайлы. Қайрат Нұртас қазақ тойын 2 жылға шегеруге мүлдем қарсы екендігін жеткізді десе де, бұл сөзге емес. Халық Қайраттың той деп, оны кейінге шегердік, соңғы не болды? Жаназа өлімге келіп соқты деген сөзіне әбден ызаланып қалғандай. Жалпы Неге KZ сайты саясат, экономика, бизнестен бөлек мәдениет, оның ішінде шоу-бизнес жаңалықтарын да өздеріңізбен бөлісіп отырады. Қойдың кәдімгі құйрық майы коронавирусқа қарсы ем екен. Суырдың еті дертті сылып түседі. Иттің майы дәрден артық. Кірпінің еті өкпені тазалайды. Осы тектес сөздер қазір ел арасында кезіп жүр. Бәз біреулер адыраспан өкпені тазалайды деген пәтуа да шығарыпты. Жалпы қазақы емді қолданып жатқандар да баршылық. Біреулер қымыз ішіп, таңнан кешке дейін саумал ішіп, өзінің иммунитетін көтеруде. Осы бие сауатындардың айтуына қарағанда, қазір жер-жерде, ел-елде бие сүтіне ұзын сонар кезекке ұқсайды. Ал мынау кәрістің мейрамханалары бар ғой, солар иттің етінен сорпа жасап, оны дертіне дәрмен іздеген жұрт талап ішіп кетіп жатыр екен. Тілшіміз осының бәрін зерттеп, зерделеп, сіздер үшін, құрметті көрермен, арнайы зерттеу материалын жазды. Оны қайдан оқу керек екенін білесіздер. Бір қарағанда Маңғыстау облысының әкімі Серікбай Тұрымовтың жолы болмай жүргенге ұқсайды. Жолы болмай жүр ме, жоқ әлде жолын таба алмай жүр ме? Бұған да жақсылап зер салу керек сыңайлы. Білетіндердің айтуына қарағанда, Маңғыстау облысында шешімін таппаған іс жеткілікті. Бірақ әкімнің оған қарайлайтын уақыты жоққа ұқсайды. Ол аз десеңіз, мынау Қазақстанда әкімдердің рейтингі шыққан кезде Серікбай Тұрымов салпақтап елдің соңында келе жатады. Біраз уақыт бұрын осы Маңғыстау облысында таластай жұқа жолдар төселгені жайлы облыс әкімін сынап видеоларда шықты. Жалпы Тұрымовтың осы қылығы біздің тілшімізге түрпідей тисе керек, әбден сынап болған екен. Оны да сайтымыздан көресіздер. Қадірменді көрермен, Негенің апталық шолуын осымен тәмамдаймын. Келер аптаға дейін аман болайық, Құдай берген армандарымыз орындалсын.